Сәлем достар, қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қазан самсасын жасап көрсететін боламын. Менде мына жерде 2 шай қасық тұз. Одан кейін 350 грамм су, жылы су. Жақсырап араластырамыз тұзымыз ерігенше. 150 грамм қолдың сары майын саламыз. Осы жерде нан сода салсаңыздар болады. Жарты шай қасық нан сода саламыз. Мына жерде жұмыртқаның ақуызын салып араластырамыз. Сары уызын бөлек алып қалдым, бетіне жағамын деп. Енді кезекте менде мына жерде 800 грамм ұн. Жарты бөлігін салып илеп аламыз. Енді кезекте қалған ұнымыздың қалғанын салып жақсылап илеп аламыз. Міне менде осындай жұмсақ тесто болып шықты. Июі қанғанша илеп аламыз. Осыны бір зуалай етіп, табаққа салып, бетіне пакет кигізіп, 10 минутқа тұндырып қоямыз. Ішіндегі салмаларын алдын ала турап алған едім мен. Менде мына жерде 300 грамм ет, 200 грамм құйрық май, 3 түк пияз, одан кейін 3 түк картошканы саламыз турап. Осылайша дәміне қарай тұз, бұрыш, зіра, кинза ұнтағын, қызыл бұрыш салсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Салмамыз осылайша дайын болды. Қасындағы 2 помидорды турап дайындап қойдым. Қамырым да дайын болды. Осыны алып, кішкентай зуалай етіп, кесіп аламыз. Әр зуаламыз граммы 90 граммнан болу керек. Менде бұл қамырдан 15 үштік самса шықты. Осылайша етіп, ұзыншақ етіп, созып аламыз қамырда. Мені осылайша етіп кішкентай бөліктерге бөліп, әрқайсысын бір кішкентай зуала қылып жасап аламыз. Осылайша етіп кішкентай зуаланы домалақ қып зуала қылсаңыздар, жайған кезде бір тегіс болып шығады. Ендігі кезекте барлығын бір ыдысымызға салып, бетіне пакетмен жауып, бір шетке қойып, шетінен жайып шығамыз. Мені осылай етіп дөңгелетіп жайып алғаннан соң, кескіштің көмегімен осылай етіп дөңгелетіп кесіп алып шығамыз. Кесіп алып, менде орташа шай ішетін кесенің ішіне салып, қамырымызды астыңғы қабатына 2-3 помидор 3 кусоктан салсақ болады. 2-3 кусоктан салсаңыздар болады. Соның үстіне енді етімізді саламыз. Осылайша етіп салып алып, жақсылап астыңғы қабатын бүгіп аламыз.
Бүккен кезде ашық қалмау керек. Ашық қалса, ішіндегі еттің суы, пияздың суы шығып кетеді. Сол суы шығып кетпеу үшін жақсылап бүгіп аламыз. Осылайша етіп бір тегіс қылып дөңгелетіп формасын шығарамыз. Жаңағы алған шетіндегі қамырларды осылай етіп, жіңішке етіп, өрілген тәрізді етіп, орап шығамыз. Осылайша етіп қамырымызды орап алғаннан соң, бір жұмыртқаның сарыуызына бір ас қасық сүт құйып, бірінші жұмыртқасын жағып шығамыз. Одан кейін жаңағы өрілген қамырымызды буып, түйіп алып, үстіне қақпақ тәрізді етіп әшекейлейміз. Жаңа қалған қамырдың бір шетінен үзіп алып, осылайша қақпақтың ұстағышы тәрізді етіп әшекейлеп жабыстырып қоямыз. Осылайша етіп жаңағы жұмыртқамызды әдемілеп жағып, бір тегіс жағып шығамыз. Мінекей достар, екіншісін де осылайша етіп жасап аламыз. Менің каналымды жоғалтпау үшін тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Осылайша бүгіп жатқан кезімізде пешкамызды қосып қоямыз. Пешкамыз 180 градусте ысып тұру керек. Міне осылай етіп пешкаға салып 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міне менің самсаларым осылай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап дәмін көріп, лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.